Ассаламу алейкум, Шомылай район тұрғылары. Республика рухани ағартушылық орайы Шомылай район бөлімінің 2025 жыл 11 ай давамында істеген жұмыстар хақында мағлұмат беріп өтеміз. Президентіміз тарапынан өткізілген 2023 жыл 22 декабрьде Республика рухани ағартушылық жиналысында баршамыз үшін жоғары тұратын ахметке ие болған ілім, тәлім һәм тәрбие, рухи білімдендіру тарауындағы актуал вазифалар белгілеп берілді. Осы декада 2025 жылдың январ-февраль айында әрбір махалле һәм оқу орындарында кархана мүшелкөлмерде 2025 жыл қоршаған орталық қорғау һәм жасыл экономика жылы мемлекеттік бағдарламасының үгіт насихаттау лаждары болып өтті. Бұндан тысқары елімізде әмелге асырылып жатқан кең көлемді реформаларды барысы социалдық экономикалық рауажландыру бойынша қабыл етіліп отырған фарман қарарлардың мазмұны һәм ахметі миллеттер аралық татулықты бекемдеу бойынша халықтың арасында үгіт насихат лаждары район аймағындағы оқу орындарында махаллелерде барлық мекеме һәм кархана шөлкөлмерде үгіт насихат лаждары шөлкөлместірілді. Әрбір мекеме һәм кархана шөлкөлмерде манавият қаласын шөлкөлместіру һәм манавият істеріне жауапкерханеге бекіту белгіленген еді. Районда 26 мекеме һәм карханаларда 2 тәуелсіз жол картасы сеніп, манавият істеріне бұйрық тикарында жауапкерлер бекітілді. Елімізде әмелге асырылып жатқан кең көлемді реформалардың барысы социалдық экономикалық рауажландыру бойынша қабыл етіп отырған фарман қарарлардың мазмұны һәм ахметі миллеттер аралық татулықты бекемдеу бойынша халықтың арасында үгіт насихаттау бойынша рухани ағартушылық бөлім басшылығында район аймағында абыройға ие зиялылар, нұранилар, имам қатифлерден ібарат рухани ағартушылық кеңес жанында манавият һәм марифат кеңес құрамы эксперттер топтары ағзалары түзілді. Мекеме кархана һәм шөлкөлмерде социалдық рухи орталықтың тұрақтылығын тәмінлеу, қызметкерлердің рухи дүниясын байыту, еліміздің саяси экономикалық тарауларда әмелге асырылып жатқан реформалар, жүз беріп жатқан ұнамды өзгерістер, жаратылып жатқан имканияттар хақында мағлұмат беріп бару мақсатында барлық мекемелерде әр апта жұма күні саяси рухилық сағаттары тұрақты түрде өткізіліп келінбекте. Июнь-август айларында оқушы жастарымыздың бос уақытларын мазмұнды өткеру мақсатында Ахметлі 90 күн жойбары шеңберде 3 әулет ұшырасулары, кітап құмарлық таңлаулары, кинокарван жойбары, рухи ағартушылық ләждар, ғарисілігіміздің 34 жылғы мұнасабетімен отан үшін, миллет үшін, халық үшін сүрін декарында манавият фестивалі өткерілді. Фестиваль шеңберінде бақытлы балалық жойбары, милли татулық марафоны, ұлы милли татулық атамасында рухилық ағартушылық лаждар өткерілді. 21 октябрь өзбек тілінде мемлекеттік тіл белгілі күн мұнасабетімен район аймағында мекеме һәм кархана шөлкөлмерде білімдендіру оқу орындарында ана тілі мақтанышым атамасында рухи ағартушылық лаждар тағылымдамалар өткерілді. 18 ноябрь Өзбекстан Республикасы мемлекеттік байрағы қабыл етілген күн. Биыл мемлекеттік байрақ қабыл етілгеніне 34 жыл толуы мұнасабетімен Шомылай районы экотекс карханасы алдында бір отан, бір ел, бір байрақ сөйлем астында байрақ эстафетасы болып өтті. Рухилық ағартушылық жұмыстарының нәтижелігін және де арттыру мақсатында әмелге асырылған жұмыстар тарауда ерсіліп отырған жетістіктер, өткерілген лаждар тәлім тәрбие мазмұнындағы видеороликтер, контенттер таярланып, Республика рухани ағартушылық орай райлық бөлімінің телеграм каналында, социалдық тармақтарда, Қарбақсын телеканаларында жаратылып келінбекте. Алдағы уақытта бұл жұмыстар және де жетістіру мақсатында рухи ағартушылық тарауына және де көбірек ітібар қаратылып, халқымыз әсіресе жастарымыздың рухи дүниясын және де байыту һәм район аймағында социалдық рухи орталықтың тұрақтылығын бекемдеуге қаратылған жұмыстарымызды бұндан былай жетілдіріп, бұл бағдарда белгілеп берілген барлық вазифаларды толық орындаймыз деп сенім білдіреміз. Диққатларыңыз үшін рахмет.